Бүгін көп экранды жобамен жұмыс жасаймыз. Біз алдыңғы жұмысымызда авторизация, тіркелу сияқты функцияларды қосқан болатынбыз. Енді ары қарай осы жобаға көптеген беттер қосып, басқа нақты бір проектті жасап шығамыз. Яғни біз бұл жерде көрсететініміз біздің мектептің кітапханасының кітаптар базасы және бронь жасау сияқты функциялары бар жоба құру, яғни мобильді кітапхана деп аталады. Жоғарыдан добавить экран арқылы келесі беттерді қосамыз. Біз кітапхана жобасына мектептің суретін кірістірдік, логотипін кірістірдік, жаңағы жобаның алғашқы бетін жасап қойдық. Келесі кезекте келесі бетке өту немесе шығу кнопкалары арқылы өзіне қажетті функцияны таңдайды. Келесі бетке өтетін болғанда қосымшаның негізгі жұмыс парағы шығады, яғни кітаптар базасы, одан кейін кітапхана тарихы деген қысқаша екі бөлім бар. Кітапхана тарихында мектеп кітапханасының қысқаша тарихы жазылған. Кітаптар базасында біз осындай тақырыпшаларға бөліп қойдық. Әр тақырыпшаға бөлімге кірген кезде біз телефонда қосымшадан қандай кітаптар бар екенін көріп, ішінен керекті кітапқа бронь жасау қызметін қолданамыз. Бронь жасау қызметін кірістірерде біз алдыңғы видеомызда көрсеткенбіз, яғни SMS жөнелту деген видеомыз болған. Сол видеода көрсеткендегі жұмыс бағытын осы жерде пайдаландық. Жобада программа кодын құрастыру өте қиындық туғызбайды. Бұл жерде негізгі бір беттен екінші бетке ауысу командалары, шығу батырмасы кезінде қосымшадан шығып кету командасы, одан кейін бронь жасау командасы нақты анық көрсетілген. Осы видеоны қолданып сіздерде осындай жоба жасауларыңызға болады. Бұдан да мықты жобалар жасауларыңызға сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.